Алақай, Мәке, бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев заң қабылдады. Саяси партиялар туралы сайлау жайлы заңды өзгертті, соған қол қойды деп қазақтар қуанып маған әртүрлі сілтемелерді жіберіп жатыр WhatsApp-қа. Енді біз ұлтшылдар партия болып айналуға оп-оңай ережесі өзгерді. Енді бұрынғыдай 40 мың емес 20 мың дауыс жинасақ партия болып шыға келеміз деп үміт үзіп соған қуанып жатқан ұлтшылдар жазып жатыр. Мен оларға айтайын дегенім, бұл жаңа заңнама бізге арналған емес. Ол жаңағы биліктің жанында жүрген олигархтар, Назарбаевтың жүйесіндегі бұрынғы Өтемұратов, Тимур Құлыбаев және басқалары. Солар үшін қабылданған заң. Олар әрқайсысы қазір партия құрып, білезде осы жарты жылдың арасында келесі жылдағы сайлауға қатысуға, парламентке кіру үшін партия құруға жеңілдету үшін қабылданған заң. Олар біз үшін емес, бізде олар өлсе де тіркемейді. Заңды 20 мың емес 2 мың дауысқа айналдырып қабылдаса да, 20 деп нетсе де бізде өлсе де тіркемейді. Ақ болды, көк болды, қақ ортасынан бөлінді деп тіркемейді. Сайлау комиссиясы өйткені жаңа заңда айтылмаған мынандай ереже жоқ. Мысалы, қанша уақытта жаңағы 20 мың дауысты сайлау комиссиясы тексеру керек? 20 күн ба, 20 ай ма, 20 жыл ма? Ондай жоқ. Бұрынғы заңда да солай тұғын. 40 мың дауыс жинауын керексің, бірақ ешқандай мерзімі шектелінбеген. Қай уақытта орталық сайлау комиссиясы оны тексеріп шығу керек, жаңа әділет министрлігі. 40 жылға созылып кетсе де сен ештеңе істей алмайсың, не сотқа бере алмайсың, не басқа дауға айналдырып өз құқыңды қорғай алмайсың. Бұл да солай. 20 мыңға түсірді, екесі оқысын, жақсы, айтсан да даусын аузыңды толтырып айтуға болады. Біз заңды өзгерттік, либерализация бізде міне келе жатыр деп. Бірақ ол бізге емес. Ол жаңағы қалталы партияларға, жаңағы транзит қалай болу керек? Назарбаевтың транзиті ол осылай. Жаңағы әрқайсысы отбасылары, қасындағы жүрген олигархтары бір партиядан құрып, мәжіліске кіріп, бұрынғы жүйенің мұрагері болып отыра беруге мүмкіндік беріп тұрған заң. Сондықтан үміт үзбеңдер, енді бізге жеңіл болады деп. Жоқ, бізді өлсе де тіркемейді олар. Басқаша әрине біз 20 мың дауысты жинап алуға бізде мүмкіндік бар. Өйткені қазақтың арасында мен ұлтшылмын деп жүрген 20 мыңнан астам адам бар. 20 мың емес, 200 мыңға барып қалатын шығар. Оған қаражатта табар едік, мысалы өзіміз осылай краундфандинг арқылы, YouTube арқылы жинасақты, Каспий Голд, бірдеме карталарды салып маған көмектесіңдер, мен осымен айналысам, аудан аумақтарды аралап 20 мың қол жинаймыз десек, мен оны 1-2 айдың ішінде жинап шығатын едім. Бірақ бізді тіркемейді. Ол жаңағы қабылданған жаңадан заңнама ол бізге емес, ол өздеріне істеп тұр. Таяу уақытта сайлауға мәжіліске сайлау болады. Соған жаңағы Құлыбаев, Дариға, Өтемұратов, тағы да бірдемелер әрқайсы бір партия құрып кіреді. Регионалдық барондар, Шукеев, Мукеев, Батыс Қазақстан әрқайсы партия болып кіріп алады. 7-8 партия болып мәжіліске кіреді. Сол транзит жеке Назарбаев емес, коллективті Назарбаев болып қалады. Қазіргі жүйенің мұрагері болып. Сондықтан бекер үміт үзіп қажет жоқ, оған қуанып. Біздің кезіміз бақ келеді. Біз бүгіндікке қарап отырып қажет жоқ. Бүгіндікке бізде шанс жоқ. 20 мың, 200 мың, 2 миллион қол жинасақты бізді тіркемейді. Біз келешекке көзденуіміз керек. Назарбаев о дүниеге қалай атталады, сол кезде біз шығуымыз керек. Сол кезде біз митинг, демонстрацияға шығуға дайын болуымыз керекпіз. Біз қазақтың ұлтшылдарымыз деп
ешкімнен ештеңеден қорықпай, не полициядан, не ұлттық қауіпсіздік комитеттен, не прокуратурадан, ешқайсынан қорықпай біз өз құқығымызды қорғауға, біз саяси партиямыз, біз қазақтың ұлтшылдарымыз деп шығуға дайын болуымыз керекпіз. Сол кезге дайындалуымыз керек. Ал қазір біз тек қана бақылаушымыз. Жана жігіттер жазып отыр, бәрібір көрейік, дауыс жинайық, қол жинайық деп. Жоқ, одан ешқандай нәтиже шықпайды. Бізде заңда ұлт көрсеткішімен партия құруға болмайды. Ұлтшыл деген сөзі бар. Партия атауын қабылданбайды, оны тіркелмейді. Басқаша бір жасаңқы атпен, лақап атпен тіркеліп, оның қажет жоқ. Біз не ұлтшылмыз, не ұлтшыл емеспіз. Біз өзіміз айтып отқан, жариялап кеткен бір партиямыз бар еді, ұлттық либералдық деген. Сол ұлттық либералдық партияны біз құруымызға міндеттіміз. Келешекте тіркейміз. Ол үшін бір ережесі бар, сол болсын, ол Назарбаев дүниеден кету керек. Ол кісі қалай кетеді, сол кезде біз бастаймыз өз саяси қозғалысымызды, өз тіршіліктерімізді дауыс жинауға кірісеміз. Оған үшін күте тұрайық. Асықпаңдар, ағайындар, асықпаңдар. Бізден ешқайыққа кетпейді. Келешек бізде. Орыс қолдар, қазір құратын партиялар, Тоқаев заңды өзгертті, осы 3-4 жылдың ішінде бірнеше партия шығады. Олар бәрі ресейшіл орыстардың партиялары. Елі қазақ болса да, ішкі саяси философиялары бәрі орыс қолды, ұлтшылдық қағидаларын ешқайсы көзденіп отырған жоқ. Елім, жерім, қазағым деп жүрген ешқайсы жоқ олардың ішінде. Біреу де жоқ. Қазағым деп жүрген. Кілең жемқорлар, ұрылар. Олардың мақсаттары жеп-жеп қашып кету. Сол қашып кетпеу үшін олар қазір партия құрып, мәжіліске кіріп алады. Бұрынғы билікте сол отыра беруге, сол нені жалғастыруға. Жеп-жеп қашып кету олардың бас философиясы.